Бұлай дейді. Мұна кейде біздің мына Шөменді әлімнің баласы деп келтіреді. Талай жерде талай тартыс болды. Ол бұлай. Өзіңде біліп жүргенің жақсы. Ана әріге кетпек, Алшыннан ғана қайтайық. Алшыннан екі бала. Алшыннан екі бала. Бай ұл, Қаракесек. Бай ұл. Бай ұлы емес, бай ұл адамның аты. Қаракесек екеуі туыс. Ал енді бай ұлдан 12 бала туады. Содан барып олар бай ұлы болып кетеді. Бай ұлдың баласы. Ал енді Қаракесекке келейік. Қаракесектен Байсары Әлім Шөмен. Қаракесектен мен. Біліп ал. Шөмен ненің Әлімнің баласы емес. Әлімнің інісі. Әлім ортаншы. Қаракесекте үлкені Байсары, ортаншы Әлім, кіші Шөмен. Байсары деген кетелер деп қой. Енді Байсары, одан енді бері қарап, мына кімнің Тұрманбет Зеревтің бары. Дөйт ұранды Шөмекей. Енді дөйтіміз қайда? Шөменнен дөйтпен Шөмекей туады. Дөйт атамнан екі бастан ұрпақ жоқ болғасын, бізге Шөмекейге ұран болып қалды бұл. Ал енді Шөмекейден төртеу. Үлкен көбі аспан бозғыл деп, жоқ ондай емес. Тоқа, көнек, аспан бозғыл. Бозғыл ең ішінде кішіміз. Ал енді өзімізге келеді ме? Бозғылдан бері қарап, Қаратамыр, Қаратамырымыз Қарақожа. Қаратамыр болып кеткен, Бәйбішеден Қаратамыр. Бозғыл тамның екінші кепілде Байсары, Сарбай, Торбай, Келдібай, Қайқы. Ең кішісі біз екімізден Қайқы. Қайқыдан Қыдыр, Темір, Полат. Полаттан Алты Полат деп келтіреді. Үлкені Жауғашты. Жауғаштан Алты Полат жез Жауғашты. Жауғаштыдан Елшібек Сәмет Назарымбет, Қиық Қалтан, Отарбай Қосбармақ. Ал енді Алты Полат, білесің, Жауғашты, Әлімбет, Сабай, Құшық, Андақожа, Тоққожа. Андақожамыз Ақбалықсы. Андақожа, Тоққожа. Әлен жаңа байжан енді жүріп жаңа әлімді, Шөменді әлімнің барасы келді, тап осылай ерек істенді. Нені ата жолым жіберіп алма. Осы жағын, айналайын. Түсіндің ғой?